Армысыздар, аса қадірменді оқырмандар, онлайн тыңдаушылар. Абылай ханның арманы тақырыбында іс-шарамыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналып отыр. Өткенін ұмытпайтын, баһадүрлерін ұлықтайтын халқымыздың міне биыл тәуелсіздік алғанына 29 жыл толып отыр. Осынау ұлық мерекеміз құтты болсын ағайын. Алтайдан Алатауға дейін ұлан-ғайыр жерді мекен еткен ата-бабаларымыз тәуелсіздікті арман еткен. Осынау кең даланы көк найзаның ұшымен, соң білектің күшімен қорғаған бабаларымыздың аманатын орындау үшін талай боздақтар жанкештілікке барған. Кемеліне келген елдер өз тарихының әрбір бетін қастерлейді. Халық әр дәуірде ел тізгінін ұстаған білікті билеушілерін естен шығармай, олардың халық алдындағы өшпес қызметін қанатты сөздермен мінездеп отырған. Қасым салған қасқа жол, есім салған ескі жол деген секілді бейнелі тіркестер тасасында терең мағына жатқаны анық. Қазақтың ең әйгілі хандары мен сұлтандарының ел үшін елеулі әрекет жасағандары жұртшылық ілтипатына бөленгенін байқаймыз. Солардың бәрінен де Абылай даңқы басым жатқанын аңғарамыз. Қазақ тарихында өшпес орны бар Абылай ханды асқақтатуымыз керек. Егеменді ел болып, тәуелсіздігіміздің көк байрағын желбіреткен шақта, тамыры тереңде жатқан тарихымызды өзімізге де, өзгелерге де танытуға тиіспіз. Бүгінгі іс-шарамыз 300-дің басын біріктіріп, халқымызды тоз-тоз болудан, елдігімізді ыдыраудан сақтап қалу үшін жанқиярлықпен күресе білген батыр бабамыз Абылайға арналады. Назарларыңызға кітапхана жанындағы өнерлі жастарға арналған Тұмар клубының мүшелері Абылайдың үш арманы атты аңыз әңгімеден шағын бейнеролик әзірлепті. Назарларыңызға ұсынсақ. Өткен заманда Каймақтың ханы қалдан сирек, Абылайда аңдығы жүріп қолған сирек. Мен сені Шаршы батырдың орайына өлтіремін. Не арман? Тақсыр, менің үш арманым бар. Әуелімен Шаршыды Қазақ пен Қалмақтың қан майданында өлтірдім. Сіз мені ұйқыда ұстап алып өлтіргелі отырсыз. Қазақ пен Қалмақтың қан майданында өлсем арманым жоқ еді. Екінші, қазақ орнықпай жүрген еді. Бір жерге орнықтырып, өмірге кіргізіп, өлсем армансыз едім. Үшінші, төрт атадан бері жалғыз едім. Осы күнде өліп кетсем, не бала, не бауырым жоқ. Дүниеге келмегендей боламын ғой. Абылай балам, жарады. Нағыз, ержігітекпіз. Қалмақтың ханы қалдан сиренге Абылайдың бұл сөздері өте қатты жағады. Абылайдың сөздерін естіген ол риза болып қалады. Өзінің жар дегенде жалғыз ұлы Әмір Сана екеуін дос қылады. Сонан кейін қалдан сирен Абылайды тұтқыннан босатадымыз.
Назарларыңызға рахмет. Бұл роликті дайындаған біздің кітапхана жанындағы жастар еді. Олай болса, тарихқа көз жүгіртсек, 300-дің басын қосқан Абылай хан заманында қазақ халқы бір адамның баласындай тату-тәтті өмір сүргені белгілі. Ғалым, тарихшы жерлесіміз Шоқан Уәлиханов қазақ қалмақ соғыстары кезеңіне терең талдау жасай келіп, Абылай ғасыры қазақ ерлігінің ғасыры дегені бәрімізге де мәлім. Олай болса, құрметті оқырмандар, ел жұртына ақ жол тілеген Абылай жайында сыр шерте отырсақ, сөз кезегін Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы Ералина Ақмарал Ерікқызына берсек. Ақмарал апай. Абылай хан негізгі тарихи тұлға, өз заманында үлкен қызметке жалпы елдігін, халықтың жағдайын, өзінің негізгі егер тарихи оқиғаларды айтсақ, Шоқан Уәлихановтың айтуымен 18 ғасыр батырлар, серлер уақыты кезеңі заманы болған. Сол кезеңде ең басты біздің еліміздің елдігін танытқан, әр уақытта өзіндік негізгі даму деңгейін көрсете білген тұлғалар туды. Сол тұлғалардың елімізді аман сақтап қалуға үлкен қызмет жасады. Олардың басында батырлар да бар, халықтың негізгі алға шетке жоңғарларға, қалмақтарға қарсы соғысқа жұмсаған өзіндік негізгі қажырлы және де даңқты ерлігімен осы елді біріктірген батырларымыз болды. Соларды бастаған, батырларды бастаған хандарымыз болды. Олардың ішінде ең беделді осы Абылай хан болды. Абылай ханның егер Қазақстан көлеміндегі сол уақыттағы жағдайды алсақ, 300-дің басында төнген жоңғар шапқыншылығы тоз-тозға шығарып отырды. Шоқан Уәлихановтың айтуында батыстан, солтүстіктен башқұрттар, сонымен қатар осы егер нені алсақ, солтүстік аймақтан орыстардың шеттен келіп өзінің бекіністерін сала бастауы, қазақ, орыс шекпенділер және де сонымен қатар шаруалардың біртіндеп жерге иемделе бастауы солтүстіктен. Башқұрттармен қоса қалмақтардың солтүстік шығыстан, ал оңтүстік шығыс аймағынан мысалы осы жоңғарлардың ілек-ілегімен шабуылдары халықтың жағдайын өте қиынға соқтырды. Хан Абылай Қазақстанның аумақтық тұтастығын қалпына келтіре алған көрнекті мемлекеттік қайраткер. Ол ел білген кезде мемлекетке айтарлықтар өзгертуге жүзеге асырылды. Біріншіден, қай жылдары өмір сүргенге назар аударылды. Абылай хан дүниеге 1711 жылы дүниеге келген. 1781 жылы дүниеге озған. Барша қазақ даласында беделі талассыз болған соңғы қазақ хан болды. Енді бір ғана айтарлық жағдай, патша үкіметі Анна Иоанна сол кезеңде негізгі жалпы айтқанда патша үкіметі оның беделінен қорқып, тек қана орта жүздің ханы ретінде ғана таныды. Ал бірақ біз білетін негізгі жағдай ол 300-дің басын біріктіре білді. Драмалы тіпті аңыз батыр өмір былайша айтқанда дамымдылығы, өзіндік негізгі даму деңгейінде бұл ең басты сол кезеңдегі халықтың басын біріктіре отырып екі алпауыт империя, сол кезеңде Ресей империясы, Қытайдың жаңағыны осы Қазақстан даласына ене бастауы барлығын тоқтата білді. Абылай хан көреген саясаткер ретінде осы екі елдің ірі державалар, Цин империясы және Ресей империясын өзара біріктіріп, өзара жаңағы басқыншылығын кішкене таяу жасап, жалпы айтқанда жоңғарлардың басқыншылығын осы екі елдің арасындағы дипломатиялық саяси шаралардың арқасында үлкен жетістікке жетті. Ең басты оның халық алдында және Әбілмәмбет хан алдында беделі болғандығын айтамыз. Сыртта қауіппен күресе жүріп, Абылай хан қазақ жерін біріктіруге көп күш жұмсады. Жас ұрпақ Абылай ханның арманының жемісі қазіргі Қазақстанның жалпы жетістіктерін мақтан етпек болған.
ішкі келісім мен бейбітшілік сақтау жолында қызмет ету керек деп түсінген Абылай хан қазіргі кездегі негізгі саяси жағдайымыздың нақ осы көрініс деп айтады. Оның өмірі туралы, шығармашылығы туралы, өмірбаяндық мәліметтер туралы естеліктер былайша айтқанда көп. Жастарға мәлім. Және де ол өмірлік ұстанымның жарқын үлгісі болатындай көптеген негізгі мақалалар да бар, көптеген еңбектер де бар. Енді осы тұрғыдан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың негізгі сөзін келтіре кетейік. Алмағайып сұрапыл заманда есеңгіреген елге ес кіргізіп, бір тудың астына біріктіре білген Абылай ерлігі мен ақыл парасатының қатар жұмсаған сарабдал саяткерлігінің арқасында қазақ халқының жойылып кетуден сақтап қалған. Осылайша туған халқының кемел болашағын аңсаған ол өз дәуірі артқан ұлы жүкті қайыспай көтеріп, ел алдындағы перзенттік парызын атқарып кетті. Сонымен қазақ ордасының ханы, қазақ халқының негізгі кемеңгер тұлғасы, көрнекті мемлекет қайраткері, арғы тегі Жошы хан, бергі бабалары қазақ ордасының негізін салған Әз Жәнібек, одан соң осы еңсегей бойлы ер есім хан, Салқам Жәңгір хан сияқтылар Абылайдың негізгі Жәңгір ханның 5-ші ұрпағы, Жәңгір ханның уәлибақы, Тәуке ханның 2 деген ұлы болған. Осы Жәңгір хан қайтыс болып таққа Тәуке отырғанда уәлибақы хандыққа өкпелеп үргенішті берген нағашы атасын кетеді. Қайып ханның қолына барады. Осы жерде дүниеге келген жалпы осы Әбілмансұр Абылай хан Ақтабан шұбырынды жылдарында елін біріктіре алды. Жалпы халықтың тәуелсіздікке алғашқы ұмтылысы осы кезеңде өзінің тек қана басқарушылық қана қызметі емес, сол ат үстінде елді басқарып, елді биледі. Енді осы тұрғыда тағы да айтатын болсақ, Абылайдың жас кезінен өзінің сабалақ атануы деген бар. Мәселе бойынша Тайшыбай айтты, Шоған Уәлиханов алдында айтып кетті. Кейінгі негізгі фольклор арқылы осы біздің жігітті ғалымдарымызды да Алмас Әбсадық та дәлелдеуге тырысты. Бірақ ең басты негізгі не? Бұл жетім қалғанмен де елдің елдігін сақтай білуге ұмтылысы сол кезеңде осы дүниеге деген, өзінің негізгі еліне деген негізгі сүйіспеншілігі айқындалды. Келесі мәселе. Абылай хан өзінің жанына көптеген батырларды өзіне тең келетін дәрежедегі елді басқара алатын халықты жинай білді. Солардың ішінде ол Қанжығалы Бөгенбай, олардың ішінде осы біздің негізгі елімізде елдікті сақтай білген жалпы елімізді басқарғандардың ішінде, батырлардың ішінде осы Шақшақ Жәнібек тарқан. Енді осы тұрғыда тағы бір айтатын мәселе, осы Абылайдың 1740 жылдары, 42 жылдары үлкен сұрапыл жоңғар шайқасында тұтқынға түскен білеміз. Қазыбек оны сол тұтқыннан азат етіп алғандығын білеміз. Ол орта жүздің биі. Және де тағы бір айтатын мәселе. Бұл тұтқынның өзі бұған ең басты жоңғарлардың оған деген ілтипаты, оған деген көзқарасы басқаша екендігін айтты. Біріншіден, оның басқа тұлғаларға қарағанда тұғыры биік екендігін айқындады. Осы тұрғыда тағы бір айтатын мәселе, Әбілмансұр жалпы айтқанда Абылай өзінің жаңағы кегін қайтарам деп, жоңғардың ата кегін қайтарып, елін қорғауды өзінің ең қасиетті борыш деген санағандығы, ол Бөгенбайдың батыр жас жігітті ұстап көріп, былай айтқан екен: шырағым-ай, көзің отты бала екенсің, мінезің қазақтағы хан екенсің, жазғытұрым қалмаққа аттанамыз, соған да керек болар жан екенсің деп өзінің жасақтарының қатарына қосып алады. Сонымен осы аңыз әңгімелердің арқасында бізге негізгі мынау сонымен қатар Шоқан Уәлиханов сынды сол кезеңде негізгі 16-18 ғасырлардың аралығында қазақ хандығы жайындағы орыс патша үкіметінің деректерінің арқасында
біз ханның кім екендігін, Абылай ханның нақты үлкен дәрежедегі тұлға екендігін айта алмаймыз. Енді жаңа қысқаша айтып кетейік, негізгі осы тұрғыда майор Миллердің негізгі жоңғар ханы Қалдан Серенге барып қайтқандығы жайлы болғанда былай дейді. Сол кезеңде мысалы елшілікке жіберген Олай қазақ даласында жаңағы елшілік осы талқандалады. Сол араға түскен кезінде осы Абылайдың негізгі айтуымен жалпы оның негізгі қарым-қатынасы жақсы екенін айқындайтын Жәнібек Тархан осы елшілікті қайтадан қайтаруды және де жалпы айтқанда мынау орыс үкіметімен қанша дегенмен жауласпауды талап еткен еді. Енді осы тұрғыда тағы бір айтатын мәселе, майор Миллердің жоңғар ханы Қалдан Серенге барып қайтқандағы жазбаларында Мерген бидің Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы 3-4 жылға созылған даулы оқиғаны шешуге қатысқандығы. Бұл да осы біздің еліміздің билердің бірі, батырлардың бірі, осы жаңағы қалмаққа қарсы үлкен негізгі жорықтарда қатысқан, 18 ғасырда 40 жылдары үлкен даулы жаңа шайқастарда қатысқан адамдардың бірі. Ал сонымен қатар тарихи жазбаларда жаңа Абылай ханның тарихи уақиғасын дәріптейтін 2 томдық кітап шықты. Осы 2017 жылы. Сол жаңағы орыс шығыс дәстүрдегі негізгі деректерде жазылған Абылайдың өмірбаяндық деректерін келтірген мәліметтер сол кітапта айтылады. Жаңағы жоңғарларға бара жатқан майор Миллердің негізгі керуені жоңғарларға осы орыстардың көмегін көрсеткен жайында, яғни қару-жарақ апарған. Соны Қойгелді батыр оңтүстікте Дулаттан осы Қойгелді батырдың бастауымен жаңағы майор Миллердің негізгі керуенін шапқан екен. Кейін ол енді арада Түркістанда, енді орталығымыз білеміз, Түркістан, астанамыз сол уақытта. Сонда ортақ шешімге келеді, кейін қайтарылады. Бірақ негізінде осы араға түскен, Қойгелді мырза араға түскен, оның жаңа күйеу баласы Мерген би батыр болды, және осы елдің, осы біздің Қостанай Торғай өңірінің тағы бір негізгі атақты адамдарының бірі Өмірзақ би болды. Енді мен жаңағы Шақшақ Жәнібектің өзі осы жұмсаған екен дейді. Негізінде ең жақын негізгі араласқан, Абылаймен араласқан адамдардың бірі. Енді кейбір негізгі осы жақында ғана қайтыс болған бір тарихи тұлғамыз, тарихи негізгі тарихты зерттеген ғалымның айтуы бойынша Әбілқайыр ханға байланысты айтылды. Негізінде сынағандардың ішінде осы Шақшақ Жәнібек болған екен. Енді осы тұрғыда Абылаймен де үзеңгілес болған сол уақыттағы негізгі тарихи тұлғаларымыз. Ең басты мен айтайын дегенім, Абылай ханның негізгі ұстанымы елдікті осы қазақ халқының елінің тарихын өзіндік негізгі даму деңгейінде орын алған тұлға бола отырып, өзінің жаңағы екі елдің арасындағы дипломатиялық өзіндік бір ерекше саясатты ұстап отырып, елдің бірлігін сақтай білді. Елдің бейбіт өмірге деген ұмтылысын қазір кезеңде негізгі сипаттағы тәуелсіздікке деген ұмтылысымызды сол кезеңде сақтай білді, өзіндік елдік тұтастығын сақтай білді. Соның арқасында бірде сол жаңағы көрегендігінің өзі бірде Қытайға барып Ван атағын алады, бірде 1738 жылы, ал 1740 жылы Орынборға барып патша үкіметіне ант етеді. Ол өз алдына жаңағы ол басы емес, ең басты Абылай өзінің елінің тыныштығын сақтап қалу үшін, өзінің жаңағы сырттан жауларды кішкене болса да, аз уақыт болса да тыныштандырып, өзінің елінің қайтадан осы кәдімгі жинақтап, жағдайын жақсарту үшін осындай жасағандығын айтады. Сонда көріп отырсыздар ма? Абылай хан өзіндік жаңағы еліміздің жағдайымды сақтаймын, өзіндік негізгі елінің үлкендігін, осы территориясын, бірлігін сақтап қалам деген негізгі ұмтылысы. Енді осы Бұхар, Үмбетей жырау, мен сіздер енді әдебиет саласында да назар аударып отыр. Өйткені көрермендеріміз бәрі негізгі
кітапхана оқырмандары. Сондықтан сол тұрғыда мысалы Бұхар мен Үмбетейдің негізгі жырауларында осы Абылай 20 жасында қан майданда ерлігімен танылған дейді. Бұхардың Абылайға сен 20 жасқа жеткен соң алтын тұғыр үстінде ақ сұңқар құстай түледің деп осының дәлелі деп айтады. Сонда көріп отырсыздар 1730-33 жылдары осы қан майданның ортасында Абылайдың батырлық еңсесі, батырлық негізгі дәрежесі мәлім болған халыққа. Ал жалпы осы тұрғыда тағы бір айтатын мәселе, мынау әсіресе біздің негізгі аймақтағы Тәттіқара ақын, Тәттіқара жырау. Қалмақпен соғыс болғанда алғашқы бақты тапқанда, шарыштың басын таққанда, қанжығаға бас байлап, жау қашты деп айғайлап, абылайлап шапқанда, сол ерлікпен хан болдың, әлем асқан жан болдың. Сонымен мен сіздерге жай ғана тарихи деректермен ғана сараптамай, нақты айтқанда әдебиеттер негізгі үлгілерімен таныстырып отырмын. Бұл енді Абылайдың тұғыры биік, елдің негізгі елдігін сақтай білген, елдің негізгі тәуелсіздігін сақтай білген тұлғалардың бірі. Енді шындығына келеді, кеңестік заманда тарихымызда тұлғаны алып тастап, оған негізгі басқа да негізгі айыптаудың өзі былайша айтқанда болды, тарихнамада ондай жағдай болды. Бірақ енді қайтадан біз осы Манаш Қозыбаевтың арқасында тұлғаны тануға, жаңа Абылайдың негізгі дәуірін тануға біз бастау алдық 90-шы жылдардың бас кезінде. Күні бүгінге дейін сол зерттеуді ары қарай жалғастырудамыз. Рахмет сіздерге. Ақмарал Ерікқызы, көптен көп рахмет. Абылай хан қазақ өз бостандығына өзі егеменді ел болсын деп саясат жүргізген адам деп сөзін қорытындылап отыр. Шүкір, Абылай ханның сол арманы бүгінде іске асып, Қазақстан егеменді ел болды. Ақмарал апай, алтын уақытыңызды бөліп осылай қатысқаныңызға көптен көп рахмет өзіңізге. Осы орайда міне Ақмарал апайдың сөзінен кейін академик Манаш Қозыбаевтың Абылай ханның ғажайып батырдың, ұлы қолбасшының, жоғары дәрежедегі мемлекет қайраткерінің, көреген дипломаттың өмірі бір ғасырға жуық қазақ халқының тағдыры мен оның ата тарихымен сабақтас деген ой оралады. Келесі сөз кезегін қонағымыз Қостанай Таңды газетінің тілшісі, тарихшы, халық әндерін дәріптеуші, жыршы Қыдырбек Қисқанұлына берсек. Қыдырбек ағай, сөз кезегі өзіңізде. Армысыздар бүгінгі конференцияға қатысушылар. Жаңа Ақмарал апайдың баяндамасынан кейін менің де көп алып қосарым жоқ. Соны Шоқан дәуірінен бастап бертінгі мынау Ілияс Есенберлин, Қабдеш Жұмаділов бастаған біздің үлкен ғұламаларымыз, жазушыларымыз жазып кетті. Қаншама әндер, қаншама әңгімелер, қаншама хикаялар, дастандар, жырлар бар осы Абылай хан туралы. Оның сыртында басқа да мынау батырлардың жырында да осы Абылай ханның бейнесі өте көркем бейнеленеді, өте алғыр, өте ұтқыр, өте батыл, сондай бір шешімдерге барған жайында көп деп айтылады. Сондай жырлардың бірі Батыр баян поэмасы. Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасында Абылай ханның шешім қабылдағанын осы ақын өзінің жырында былай деп баяндайды екен, соны қысқаша орындап берсем. Жүрегімнен зарлаған жаралығау әй сұм өмір абақты ғой саналыға қызыл тілге сендеулің қолым емес, сондықтан жаным күйіп жанады дау. Ертегі жұбатпай ма баланы да, сөз сиқыр жазбай мекен жараны дау. Ақында бір бала ғой айғым тұлған еркімен өз ағотқа барады даңа.
шашау баласына, жапанның шұбырған сарай даласына. Кез болып жаудан үркіп ақтабанға дұшпанның қалғандай боп табасына. Сол кезде елге қорғана болған Абылай көп жаудың бірін шауып, бірін арбап. Күндердің бір күнінде хан Абылай қалмаққа ойын алдау, ойран салмаған. Жиналды өңшең ноянне, алай сығай тас болат бәй жігітпен бей толыбай, туласта Абылайды қан көтерген қамқор қарауылдың ау шешең ғанай. Әй ашуы жауған қардай, шөккін нардай, қаққыран қанжығалы қарт бүгін бай, бөкіннің жас шылбырыс жеткіншегі аузынан жалын шашқан ай. Әй жас шанатай, әй балталы екпін доттан оразым бет сіргелі шапшаң оқтан ерелшібек, өзіне тірі жанды тең көрмейтін тәкәппар қошқар ұлыңа ер Жәнібек. Бәрекелді, көп рахмет. Рахмет. Ұлы өнерді дәріптеп жүрген өзіңізге тек қана сәттілік, амандық тілейміз. Алтын уақытыңызды бөліп қатысқаныңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Олай болса, шарамызды ары қарай жалғай отырсақ. Жырлайды ұрпақ тәуелсіздік күнін, тәуелсіз елміз. 29 жыл бүгін поэзия пырағын ерттеген жастар, оқымақ арнап шетінен жырын, тәуелсіздік қазақ жастарының рухын аспандатты. Бүгінде қалам ұстаған жастарымыз тәуелсіздікке желтоқсанға арнап өлең толғаулар жазуда. Олай болса, құрметті оқырмандар, кітапхана ішінде жас қаламгерлерге арналған Толқын шығармашылық студиясының мүшелері тәуелсіздікке арнап жазған тырнақалды туындылары бар екен. Сол жыр шумақтарды оқып берсе жастар. Толқын шығармашылық студиясы мен Тұмар өнерлі жастар үйірмесінің мүшелеріне де кезек берсек. Кітапхана жастары сөз кезегі өздеріңізде. Сөзді алып жалғай отырсаңыздар. Армысыздар, онлайн кездесуге жиналған қауым. Міне бүгін Алланың қалауымен тұғырлы тәуелсіздіктің 29 жылдығын тойлап отырмыз. Әрине бұл ең алдымен Алланың қалауымен, екіншіден қан мен тердің арқасында аңсап қол жеткізген үлкен ұлы арман. Бүгін Ботагөз апайдың бастауымен желтоқсан құрбандарын еске алып, тұғырлы желтоқсанның Абылай ханның арманы атты кішігірім кеш өткізіп отырмыз. Осылай жастарды жақсы бастауға жетелеп жүрген Ботагөз апайға үлкен рахмет айтамын. Және де бүгінгі кешке арнайы сияз кептеген бір өлең шумақтарындарыңыздан тәуелсіздікке арнап. Желбіретіп көк туды көк аспанға, шырқаш ел әнұранды баршаға. Алға қойып елтаңбаңды, табынып кең далаңды бағындыршы өзіңе. Алға қадам басқын енді желкенбей, ұлы жолы бабаң салып кеткен, тартып еткен тұғырлы тәуелсіздік арманы Абылай ханның орындалған. Алға қадам басқын енді желкенбей, биік ұстап арман болған тұғырды. Риза болсын рухы да бабамның, барша әлем танысын мына бізді. Ғасыр үнін үзбей енді жалғастыр, мәңгіге кеткен тәуелсіздік тұғырын. Қызғанып та қызғанып барша әлем көрсінші қазақ деген ұлы халықты. Уәжіңді айтып енді кері шегінбе, қадам басқын биік ұстап тұғырды. Еңсеңді көтер еңселі елтаңбадай тұғырлы тәуелсіздік арналған мына бізге. Рахмет апа. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қазым Батырлан Серікұлы. Өлеңді оқи ма? Аман Сарин, тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзім барда, өзегімде жоқ шер мұң,
кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық бас келдін. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қараған қоғамда, өз үйіме, өзім өгей болам ба? Алшам басып жүре алмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тер қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалнатып жастығын, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте қыршындардың қалдыға 86, ерлігім бе ең соңға. Уа еркіндік, құның немен өлшенді. Уа еркіндік, құның немен өлшенді. Сені көксеп боздақтарың өлсөлді. Сенсін менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр танымды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Рахмет абай. Менің айтатын өлеңім мұнда авторы Мырзабай Сералы, тәуелсіздік ата бабам аңсаған. Шаттық нұры шашылып зеңгір көктен, шуағын күн төгеді енді етпен. Шылбыр үздік даланың арғымағы, тәуелсіздік жалауын желбіреткен. Тербетіп тұрса болды жер бесігін, дәулеттің тілемеймін көл көсірін. Көз тимей кірбің түспей ажарыңа, қашанда құтты болсын енді осы күн. Ел болып жатқан шақта қосып тілек, ойламан бақыт құсы кешіктірек. Тербелді тәуелсіз күн төрінделдің, бұл күнді жүрушеді ау тосып жүрек. Желтоқсан заман толғағы байтақ даланың, шарпысқан сәті күдікпен үміт наланың. Желтоқсан қайрат ләззат пенен сәбира, желтоқсанда құрбаны болған жаланың. Дүбір қосып өзіңдей сәйгүлікке, ақ боз аттың алдынан жанды үмітте. Туғып ұстап аңсаған азаттықты, Қазақстан бет алды мәңгілікке. Желді еркін түзді екен таңдай азат, мен қазақпын дегенде қандай ғажап. Тағдыры тарамдалып азап шекті, тұғырлы ел болуды арман етті. Тірсегінен тілінген жасты көріп, тәңірім тәуелсіз ғып азат етті. Қуаныштан қалай кеуде кермеспін, бұл күнімді бір ғасырға бермеспін. Азаттығым тәңірдің берген сыйы, тәуелсізбін, егеменмін, дербеспін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Дилнаш. Сәлеметсіз апай, мен жалғастырып кетсем бола ма? Жүрсін Ерман, тәуелсіздікке тәуелділік. Ей Аллах, шашу етіп шаттығымды, бұйырттың пешенеме сәтті күнді. Өзіңнің есімінмен қатар қоям, тәуелсіздік деген бұл тәттіғымды. Ұшырып, азаттықтың құсын қолдан, бабамның тұншыққанда ішінде арман. Қазақтың тарихында соғыс болса, барлығы тәуелсіздік шулатып, шүршіт қалмақ, шапқан делді, болғандай бір әділет хақтан бергі. Дұғадай жүрмедің доспан беттің, ақтан бел, анса өткен ақтан берді. Шұбырған, көшімедің елім айдың, суырған, сесімедің абылайдың. Сен менің тарихымды танымасан, тәуелсіздік, мен сені танымаймын. Сен менің тарихымды он бағала, сен маған туысасын сонда ғана. Құлдықтан құлқым азат болған шақта, қаймықпай қарсы барам бомбаға да. Болса егер дінім дербес тілім бостан, естілсе ғаламшарғаным қосқан, қазақ боп туғаныма қуана алсам, көшер-ау көрген түстей мұның бастан. Рахмет. Апай, барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Есім Айсәуле болады. Қазір оқитын өлеңім тәуелсіздіктің жолында. Тәуелсіздіктің жолында қазақтың кеткен басы көп. Тарихыңды ақтарсам, әйтеуір толған қасірет.
Қазағым қазақ болсын деп, Керей менен Жәнібек қазақ хандығын құрып еді. Одан төмен түсейін, Керейлердің ұрпағы жоңғарға қарсы тұрып еді. Есім хандарың ежелгі жақ ашпастай қылып еді. Исатай Махамбеттерің Жәңгір ханды жығып еді. Одан төмен түсейін, хан кененің тұсында қазақтың кең жеріне орыстар сызып кіріп еді. Бей болыстарың сол кезде орыстардан пара алып, қазағымды ол сатып, өшпейтін қылмыс қылып еді. Олардың соңғы ұрпағы қайраттар неткен жасын еді. Азатта ғажап өмірде қазаққа мәңгі нәсіп еді. Бәрекелді. Бұл өлеңнің авторы біздің толқын шығармашылық студиясының мүшесі Ерасыл Рашитұлы болатын. Ерасылдың өлеңін оқып жатқан еді. Аяулым? Сәлеметсіздер ме? Мен толқын студиясының шығармашылығының бір кісінің өлеңін оқып бергім келеді. Есімі Қалдыбек Абай. Сол кісінің бір шығармасы тәуелсіз Қазақстан деген өлең. Желбіреп көк байрағы аспанында, тарих жатыр құнарлы жер астарында. Ашық аспан астында Қазақстан көркейіп жандануда қасқағында. Ұлты қазақ, діні ислам, Қазақстан, қазақ хандық боп құрылған сонау бастан. Қазағы атын мемлекет көп мына бізге, аман болсын елбасымыз Нұрсұлтан. Жүректері елім дейді жастарының, құрметтейді ерліктерін қарттарының. Қадірлейміз ата-баба еңбектерін, болашағын ойлаған жастарының. Ұлан байтақ жері бар қоныстанған, барлық ұлт бітімнен қоныста бар. Керейлердің ұрпағы жоңғарға қарсы тұрып еді. Есім хандардың ежелгі жақ ашпастан құлап еді. Исатай Махамбеттердің Жәңгір ханды жығып еді. Одан төмен түсейін, хан кененің тұсында қазақтың кең жеріне орыстар сызып кіріп еді. Бей болыстарын сол кезде орыстардан пара алып, қазағымды ол сатып, өшпейтін қылмыс қылып еді. Олардың соңғы ұрпағы қайраттар неткен жасын еді. Азатта ғажап өттерді. Қазаққа мәңгі нәсіп еді. Бәрекелді. Ерназар қосылып жатыр едің ғой. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін міне керемет іс-шара өтуде. Тарихи тағылымы зор. Мінекей тарихшы аға әпкелеріміздің арқасында көптеген мәліметтерді білдік. Енді Абылай хандар ол тәуелсіздікті армандап кеткен сол бабаларымыздың енді осы тәуелсіздік асқақ арманы ғой, сол ел үшін, басқа елге бодан болмау үшін ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен елін жерін қорғап қалған батыр бабаларымыз. Міне сол кісілердің асқақ арманы орындап бүгінде тәуелсіз егемен ел атандық. Аллаға мында бір шүкір. Енді осы бір Абылай хандардың армандаған тәуелсіздігін ары қарай ол жағынан жалғастырушы біз болашақ жастар сол тәуелсіздік лайым баянды ұзағынан болсын деген тілегіміз бар. Ендігі осы тәуелсіздіктің ең көтерілісі, ең соңғы толқынысы осы желтоқсан оқиғасы екенін барлықтарыңыз білесіздер. Соған байланысты бір туған өлеңім бар еді. Соны сіздерге қазір оқып берейін. Тәуелсіздік нұры желтоқсан жыры деп аталады. Қитұрқы саясат гу етті сол кезде, қонайып кетті деп шу етті ел лезде. Колбинау кім екен ұлт оның қазақ па, шыдамымыз жеттенді көнбейміз мазаққа. Дүрлігіп барлығы шығыпты алаңға, шығайық уа халқым, Колбин кім балам ба, дүрбелен басталды наразы көп жастар. Уа халқым, қайда ол қонайып көш бастар. Барлығы қолдады бір-бірін, лық толы аланда ел бүгін, көтеріліс ушығып бұрқ етті, шүрітте басылып жарқ етті. Барлығы түсінбей жан-жаққа бытырат. Келген ет сол кезде жазалау отряд. Ол кезгі желтоқсан ызғарлы тым суық. Бар жастар күресті тәуекелге бел буып. Абалап иттер жүр балтырдан қанатып. Көп жастар құлады жүгіріп баратып. Сүйретіліп шашынан қор болды қазақ қыз. Уа халқым берілме, жаны бір қазақпыз. Аузынан шыққаны сол қыздың айқайы. Он естіген жігіттер отрядты жайпайды. Жұдырықта жұмсады, таяқ жеді. Әй бірақ ұрайын десе әлде жоқ, қолдары тұр қалтырап. Ақ қарда отыр қазақ қыз амалсыз. Дірілдеп тіретті жер суық астысыз. Мүдделер көбейді ямаға тасталған. Ақ қарлар қып-қызыл жұмыр жер тасталған.
Атам десең, атындар, ат кәне өлтір, ана жерде қасқайып қайраттыр, уа халқым, азат күн тым жақын, халқымның өр қызы мына мен ләззатпын. Желтоқсан ызғары талайда жалмаған, жастарым қиылды ұрпақты жалғаған, ұлтына арнаған азаттық ақтанын, жалынды жастарға мың тағзым. Тәуелсіздік нұры шапақ шашты көгімде, келгендей халқымыз жаңадан өмірге, 30-ды алқымдап, орда бұзды азат күн, мәртебесі биіктеп, өсе берсін қазақтың. Рахмет. Рахмет. Ой, жақсы. Жарайсың бұға. Рахмет сіздерге. Енді мемлекетіміздің жүріп өткен 29 жылдық жолы шежірелі тарихқа айналды. Сол шежірені хатқа түсіретін ең құнды дүниенің бірі әрине кітап. Ел өмірінің бүгінгі ахуалына бей-жай қарай алмайтын сергек ойлы оқырмандар, қазақ елінің сан ғасырлық қалыптасу кезеңі мен тәуелсіздік жылдары жүріп өткен жолын баяндайтын елдік пен ерлік киесі тақырыбындағы кітап көрмені ұйымдастырып назарларыңызға ұсынып отырмын. Мен сол экранды қосайын деп едім ғой сіздердің назарларыңызға. Алматы қазақ энциклопедиясы баспасынан 2013 жылы жарық көрген Абылайхан энциклопедиясы. Бұл кітапқа Абылай туралы жазылған мақалалар, Абылай туралы жырлаған ақындар, жыраулар, хан замандағы батырлар, билер туралы деректер топтастырылған. Алматы Қазақпарат баспасынан 2017 жылы жарық көрген Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік дәуірі атты еңбегін назарларыңызға ұсынып отырмыз, құрметті оқырмандар. Бұл публицистика жанрында жазылған еңбек тәуелсіздік шежіресін тұтас қамтыған. Кітап 4 бөлімнен тұрады. Мемлекетіміздің дүниеге келуі, Қазақстанның бірінші жаңғыруы тақырыбында арналған алғашқы бөлім 1991-1995 жылдар аралығындағы тарихи оқиғаларды қамтиды. Ал екінші бөлімі ұлы бетбұрыс деп аталса, Қазақстанның екінші жаңғыруы тарауында 10 жылдағы елдің даму барысы баяндалады. Соңғы бөлімінде қалыптасқан мемлекеттің міндет мақсаттары тізбектелген. Тұңғыш президенттің тәуелсіздік дәуірі атты еңбегі Қазақстанның берік әрі тұрақты даму жолының жүйелі бейнесі. Келесі құрметті оқырмандар, назарларыңызға ұсынылып отырған кітап Алматы Қазақстан баспасынан 1998 жылы жарық көрген белгілі мемлекет қайраткері әрі халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлының Азаттықтың ақ таң атты кітабы. Автор бұл еңбегінде жас егемендіктің қалай дүниеге келіп, қалай қаз тұрғаны жайлы баяндайды. Әбіш Кекілбайұлы қазақ халқының бостандықта ұмтылған алғашқы әрекеттерінің бергі уақытта тәуелсіздік туын бірге көтеріп, азаттыққа деген әлеумет аңсарының жоғын бірге жоқтасып, талмай қажыр көрсетіп жүрген азамат. Осы қиын жолдың әр тұсында ортаға салып ойға түйген пікірлерінің бір парасын оқушы назарына ұсынған. Жерлесіміз Бектемісов Асқарбек Назарбекұлының Нұрсұлтан қаласы Фолиант баспасынан 2020 жылы жарық көрген тәуелсіздік тарту атты еңбегі. Автор қазақ елінің баға жетпес басты байлығы тәуелсіздігімізді публицистикалық туындысына арқау ете отырып, ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап өткен бостандықтың тәтті дәмін татқанын бақытына балайды. Бүгінгі таңда төрткүл дүние таңдай қағып тамсанған тамаша елордамызды оның авторы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің алдындағы көл көсір еңбегін ерекше шабытпен жырлаған. Асқарбек Назарбекұлы еңбегінде ұлы дала елінде алдымызға қойған ұлы мақсаттарға жетудегі көзқарасымызды құбылмалы кесірткедей құбылтпауға үндейді. Отанға, жерге, мәдениетке, тарихқа деген түсінігіміздің түпкілікті де тиянақты болуына және рухани жаңғыруға уағыздайды. Келесі назарларыңызға ұсынылып отырған кітап Алматы қаласынан 2016 жылы жарық көрген Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыры атты еңбегін назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстан Республикасының президенті сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері, философия ғылымдарының кандидаты Болатбек Төлепбергеннің бұл еңбегінде қазақтың ұлттық идеясының қалыптасуы мен дамуы ел тәуелсіздігінің тұғыры әрі алғашқы шарттарының бірі ретінде қарастырылған. Автор тәуелсіздік алған жылдардан бергі уақыттағы қоғамдық саяси құбылыстарды публицистік тілмен саралаған.
Мемлекетіміздің 29 жылдық шежірелі тарихынан сыр шертеміз десеңіздер, құрметті оқырмандар, кітапханамызға келіп, осы кітаптарымызды алып оқысаңыздар болады. Халықтың табиғатын, жан дүниесін тану үшін ең алдымен оның тарихын танымақ шарт деген бар қазақта. Біз үшін Абылай хан бүкіл қазақ халқын, оның байтақ даласын, тауы мен тасын, өзені мен көлін сүйіп, елдің тәуелсіздігі үшін өзінен басым жаулармен арыстанша арпалысып өткен азамат. Елді ел қыламын деп талпынып, 300-дің басын біріктіремін деп ту көтерген азамат. Мен қосып кетейін бе кішкене, рұқсат етсеңіздер. Мен ғана жаңа кішкене аяқтамай қалдым ғой, бір ғана мәселе. Біз қазіргі, біздің негізгі мынау қазіргі кезеңдегі жағдайымызды, тәуелсіздігіміздегі ең басты біз айтамыз ғой, қазір 4-ші модернизациялық рухани жаңғыру барысында үлкен негізгі жұмыстарды атқарып жатырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың негізгі алғашқыдағы негізгі мақсаты елімізді 50, кейін 30 елдің ортасында таныту еді. Ол әр елмен өзіндік негізгі тату, көршілес, қарым-қатынаста өмір сүру және те өзара жаңағы дипломатиялық, сыртқы саяси бағытын дамыту және те сонымен қатар сауда-саттықты дамыту. Ал енді Абылайдың негізгі несін алсақ, ол мысалы саясатында сол мысалы көршілес Қытаймен сыртқы саяси жаңағыдай сауда-саттық жүргізуге ұмтылыс жасаған. Мысалы ол сонымен қатар бекіністер салып, ең басты өзінің жаңағы елінің шекарасын бекітуге тырысқан, мысалы балаларын орналастыру, сосын мысалы ішкі саудаға рұқсат берді, егіншілікпен айналысуға рұқсат берген, мысалы Есіл бойында, қазіргі мысалы Нұрсұлтан қаласы маңайын алғашқы негізгі қамдандырған сол, мысалы Абылайдың тұсында үлкен негізгі егін орталыққа айналған Есіл, сосын сонымен қатар Іле бойы, Жетісу аймағында, яғни шығыс Қазақстанның мысалы аймақтарын Қытаймен байланыста үлкен негізгі орталық ретінде танытуға тырысқан, жаңа сауда-саттықты дамытуған. Сондықтан ол сол Абылайдан негізгі жалғасып, қазіргі кезеңдегі ірі мемлекетке айналуының өзі осы сол бабаларымыздың негізгі арманы орындалды деп айтуға болады. Осы қортайын. Алда келе жатқан ұлық мереке, тәуелсіздік күні құтты болсын баршаңызға. Осымен бүгінгі іс-шарамыз аяқталды. Бірге болсын. Алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңыз үшін құрметті қонақтар, Қыдырбек Қисқанұлы, Ақмарал Еріпқызы, сіздерге үлкен алғыс білдіреміз кітапхана оқырмандарының атынан, кітапхана ұжымының атынан. Құрметті оқырмандар, сізге үлкен алғыс білдіреміз. Көп рахмет, жастар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет.